Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Бұл оқиға Жапон елінде болыпты. Токионың ең атақты газеттерінің бірі өзгеше хабарландыру басыпты. Мазмұны мынадай екен: әке-шеше сатам. Әкем 70 жаста, анам 65 жаста. Бағасы 1000 иен. Бір тиында түспеймін. Хабарландыруды оқыған адамдар таң қалсады. Сұмдық-ай, ақыр заман деген осы екен-ау. Енді балалары әке-шешесін сататын болған ба? Кейбіреулері оған билік мұндайға қалайша жол берген деп күйіпті. Хабарландыруға байланысты көп шу шығады. Жұрт біршама уақыт бойы дүрлігеді. Оны үйде, көшеде, жұмыста, бүкіл ел боп ортаға салып талқылайды екен. Осы хабарландыру берілген газет бір жас отбасының шаңырағында да келіп жетті. Олар жуырда ғана көлік апатынан қайтыс болған ата-анасының асын беріп болған екен. Жоқтау айтып, қайғырып отырған жас отбасы өзге біреудің ата-анасын сатқысы келетінін хайуандық деп бағалайды. Байғұс ата-ана қандай күй кешіп жатыр екен деп қатты уайымданады. Мұндай ұрпақтан не жақсылық күтуге болады? Жас отбасы сол хабарландыруды алып, қартайғанда бейшараның күйін кешіп, туған баласы бас тартқан мүсәпір әке-шешені сатып алмақ болады. Оларды үйлеріне әкеліп, перзенттік махаббатқа кенелтейік деп шешеді. Ақ ниетті жандар көрсетілген мекенжайға да жетеді. Келсе алдарынан зәулімей шығады. Хабарландырудан қате кеткен шығар деп ойлайды. Дегенмен есіктің қоңырауын басып күтеді. Есікті жасы келген ақсақал ашады. Жылы күлімсіреген. Ол бұлардың не үшін келгенін байсалды түрде тыңдайды. Бәлкім біз адасып кеткен шығармыз деген сөздерге ақсақал: жоқ, сіздер тура келдіңіздер, үйге кіріңіздер деп жастарды төрге отырғызады. Қазір мен бәйбішемді шақырайын деп өзі ішкі бөлмеге кіріп кетеді. Кемпірін жетектеп екеуі тез оралады. Сосын жастарға жағдайды былай түсіндірген екен: бұл үйдің иесі біз. Бұдан да өзге құнды дүние мүлкіміз мол. Бірақ біздің баламыз жоқ. Жиған тергеніміздің барлығын ертең кімге қалдырарымызды білмейміз. Не де болса, иманды, ізгі ниетті жақсы адамның қолына қалдырайық дедік. Сол үшін өзгеше хабарландыру берген едік. Мұндай хабарға тек ар-намысы мол адам ғана жауап қатар деп шештік. Мұндай тауарға сатып алушы табылатынына күмәнді еді. Сіздердің ниеттеріңіз абыройлы әрекет. Бізге зор қуаныш сыйладыңыздар. Біз іздеген жақсы адамдар сіздер екенсіздер. Ендеше біз бар дүние мүлкімізді сіздерге қалдырғымыз келеді деген екен. Видеоларымызды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.